Сары жер қабанымен 12 жылдық жылдар циклі аяқталады. 2020 жыл тышқан жылы және дәл осы тышқан жылынан жаңа жылдар циклі бастау алады. Достар, осы шығарылымда жаңа жылда барлық жұлдыз белгілерін қандай жаңалықтар күтіп тұрғанын білетін боласыздар. Және де жуырда барлық жұлдыз белгілеріне жаңа жыл қандай тосынсый мен жаңалықтар дайындап қойғанын жеке-жеке ролик ретінде шығаратын боламыз. Ал қысқаша нұсқаны көруге дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бір жыл бойы тоқты өзінің үнемі биікке өрмелейтінін сезінеді. Алайда бұл қиын серуеннің соңы болмайды. Тоқты жан-жақты болып, өмірдің түрлі салаларында бірден бірнеше мәселені шешуге мәжбүр болады. Және тоқты берілмей, сол мәселелердің тым құрығанда біреуін толық аяқтаса, қалғанын шешуге тышқан көмектесетін болады. Бұл оның табандылық пен мақсат қойғыштығы үшін берілген сыйы болмақ. Сіз кенеттен тіпті ойламаған талантқа ие болуыңыз мүмкін. Оны басып тастамаңыз және кейінге қалдырмаңыз. Оны шыңдап, дамытуға тырысыңыз. Уақыты келгенде осы батылдығыңыз бен шешіміңіз үшін өзіңізді мақтан тұтатын боласыз. Торпақ жаңа 2020 жылы ұқыптылық, жауапкершілік, сақтық осы үш қасиетті ұран етіп алуы керек. Бұл сөздер қыдырып, серуендеп үйреніп қалған кейбір торпақтар үшін олардың өмір сүру стиліне аса үйлесе бермейді. Алайда жаңа 2020 жылы осы үш қасиетті торпақтар ұран етіп алса, жаңа жыл олар үшін мол мүмкіндіктер есігін айқара ашпақ. Ескі жылды сіз жұмыс барысымен және іс шаруалармен көп өткізіңіз. Алайда жаңа жылда сізді көптеген кездесулер мен романтикалық сезімдер күтуде. Барлығына бірдей жүрегіңізді аша бермеңіз. Өзіңіздің адамыңызды осы жылы міндетті түрде жолықтырасыз және сол адам сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертеді. Жаңа жылда ақшаңызды оңды-солды шашпауға тырысыңыз. Себебі жаңа қызығушылықтарыңыз пайда болған кезде шығындарыңыз ұлғаяды және сізге қосымша жұмыс іздеуге тура келетін болады. Жаңа жылда сіз керемет физикалық формада боласыз және мұны айналаңыздағылар бірден байқайтын болады. Тышқан жылында шаруаларыңыздың көптігінен сіздің аяғыңыз жерге тимейді және үнемі қандайда бір шаруаны іске асыру үшін уақытыңыз жетпей жүреді. Бірақ бұл іскерлігіңіздің жемісін міндетті түрде көретін боласыз. Алайда денсаулығыңыздың маңыздылығын естен шығармаңыз. Арыстандардың еңбекқорлығы мен үнемшілдігі оларды жаңа жылда қаржылық мәселелерден сақтайды. Алайда тышқан жылы арыстандарға біраз тосынсый әзірлеп қойды. Басы бос арыстандар осы жылы есі кетіп ғашық болады. Өзіңіз үшін қаржыңызды аямаңыз және өзіңізді дамытумен де жұмыс жасаңыз. Сіз талмай, қайсарлық танытып еңбек етсеңіз, тышқан жылы сізді міндетті түрде биікке көтеретін болады. Жұлдыздар бикештерге үнемі бір жерге асығуын тоқтатуға және ойын жинақтауға кеңес береді. Егер де бикештер өзінің күшін дұрыс бағалап, жүрексінбей, мақсатына батыл қадам жасай білсе, олардың кез келген қалауы аяғының астында жататын болады. Көптеген бикештер өмірін толық өзгертуге шешім қабылдайды. Жеке имиджін, жұмыс орнын, серіктестерін, тіпті басқа қалаға немесе елге көшіп кетуі мүмкін. Осы бикештердің ойлаған жоспарлары іске асу үшін оларға сенімдірек болу керек. Әрі шаруаларды ұзаққа созуға болмайды. Себебі ол уақыттың ішінде жүректері жараланғыш бикештер депрессияға түсіп, өзіне деген сенімін жоғалтып алуы мүмкін. Есіңізде болсын, ең қолайлы сәт қазіргі сәт. Таразы белгісіндегілер қабан жылы
басқа белгілерге қарағанда тым көп еңбек етті және қиналды. Ал жаңа тышқан жылы таразыларға дем алып, өмірден ләззат алуға қолайлы жыл болмақ. Сіздің бақытты болуға барлық мүмкіндігіңіз бен күшіңізде жеткілікті. Алдағы жылға жоспар жасаңыз, және де сол жоспар бойынша әрекет етсеңіз дегеніңіз болмақ. Сіздің жоғары ойлау қабілетіңіз бен келешекті саралай алатын қасиеттеріңіздің арқасында осы жоспарларды сәтті орындай аласыз. Ал шешімін таппаған мәселелеріңіздің жауабын сіздің жақын адамыңыз айтатын болады. Бастысы, жақындарыңызбен болып, өмірден ләззат ала біліңіз. Сарышаян мен тышқанның аса үйлесе бермейтінін барлығы да біледі. Сарышаян әдеттегідей қайсар, өжет, табандылық танытқанымен, тышқан жылы сарышаяндар үшін көптеген сынақтар жібереді. Осы сынақтар сарышаяндарды одан ары қайрап, мықтырақ етеді. Ең бастысы, өзіңізге деген сенімділігіңізді жоғалтпаңыз және алға батыл қадам жасаңыз. Жақындарыңызға көп көңіл бөлу керектігін естен шығармаған жөн. Себебі сарышаяндар үшін жақын адамдарының үнемі жанында болғаны өте маңызды. Қысқаша айтқанда, тышқан жылы сөз үшін сынақпен жеңістің жылы болмақ. Мергендер үнемі жоспарларының тартымдылығының арқасында оңай шешілетініне үйреніп қалған. Оларды тіпті өмірдің өзі еркелететіндей сияқты. Ал тышқан жылында мергендерге шынымен де осының барлығын ұмытуға тура келеді. Мергендер жаңа 2020 жылы қиыншылықтардан шығатын жаңа жолдарды іздеуге және үйреніп қалған жайлылықпен қоштасуларына тура келеді. Қысқаша айтқанда, мергендерді тышқан жылы үлкен өзгерістер мен сынақтар сынайды. Сүрінбей өткендер тышқан жылында молшылықта өмір сүретін болады. Сатқындық пен өтіріктің не екенін жыл бастала сала тәуешкілер білетін болады. Алайда адал әрі еңбекқор тәуешкілерді бұл нәрселер әлсіретпейді. Бірақ олардың эмоционалдық жағдайына біраз қанжармен сұққандай әсер етуі мүмкін. Тәуешкілер үшін тышқан жылында мәселелердің шешімін табудың жаңа жолдарын үйрену артық етпейді. Сонымен қатар білімін шыңдайтын арнайы курстар, мастер-класстар, тіпті мамандардың кеңесіне жүгінуде өте пайдалы болмақ. Осы алған жаңа білімдері тәуешкілерді күрделі қиыншылықтар мен мәселелерден алып шығатын болады. Ал басы бос тәуешкілер осы жылы өзін сүйетін жанды кездестіреді. Қысқаша айтқанда, тышқан жылы тәуешкілер үшін ұмытылмас жыл болып есте қалмақ. Тышқан жоғарыға көтерілсе, су құйғыштарға тыныштықты ұмытуға тура келеді. Тышқан жылында су құйғыштарды қаржылық, әріптестер мен серіктестер арасындағы мәселелер көп мазалайды. Алайда, тәжірибелі су құйғыштар кез келген ыңғайсыз мәселелерден әдемі әрі жеңіл шығып кете алады. Жылдың ортасында алған қымбат нәрсеңізді сіз ақымақтыққа балауыңыз мүмкін. Алайда, уақыт өте келе, сол затыңызды 10 еселеп өте баласыз. Су құйғыштарға азартты ойындармен әуестенбеуге кеңес береміз. Себебі одан шығу қиын болады. Егер сіздің құпия арманыңыз болса, оны жарыққа шығаратын уақыт келді. Тышқандар тәуекелге бел буғыш және қайтпас қайсар жануарлар. Сондықтан да балықтар арманын жүзеге асыру жолында қайсарлық танытса, міндетті түрде дегеніне жетеді. Қаржылық, отбасылық, эмоционалдық мәселелер сізді қынжылтпау керек. Бейнет түбі зейнет демекші, сіздің күшіңізді салып, талпынған үмітіңіз міндетті түрде ақталатын болады. Ал достар, осымен жаңа 2020 жылға арналған қысқаша жұлдыздардың жорамалы тәмам. Жақын күндері әрбір жұлдыз белгісіне жеке-жеке тоқталып, толық ақпаратты шығарамын. Жеке өмір, жұмыс, қаржы,
денсаулық жайлы ақпараттарға толық тоқталып кетемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.